Елбасының «Ұлы даланың жеті қыры» мақаласындағы «Ұлы даланың ұлы есімдері» жобасына сай, қазақтың сот төрелік жүйесінде билердің орны ерекше екені белгілі. Сондай әйгілі билердің бірі қазақ халқының 17-18 ғасырлардағы ұлы үш биінің бірі, көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері Қаз дауысты Қазыбек би Келдібекұлы, орта жүз арғын тайпасының Қаракесек руына кіретін Болатқожа атасынан шыққан ол 1667 жылы Сыр бойында дүниеге келген. Арғы аталары Шаншар абыз, өз әкесі Келдібек, есімдері елге белгілі әділ билер болған. Би Әз Тәукенің тұсында хан кеңесінің белді мүшелерінің бірі болса, Сәмеке, Әбілмәмбет, Абылай ел билеген кезеңдерде мемлекет басқару ісіне жиі араласып, ішкі сыртқы саясатта ақыл кеңестер беріп отырған. 1680 жылы жоңғар мемлекеті қазақ еліне шапқыншылық жасап, 90 тұтқынды мал мүлігімен тонап алып кетеді. Сол дауды шешу үшін Абылай хан жоңғар әміршісі Қоңтәжіге бір топ елшілерді жібереді. Елшілердің ішінде 13 жасар Қазыбек те жоңғар еліне сапар шегеді. Тайына мінгізіп, бала жібергені, Абылай ханның мені мазақ қылғаны ғой. Осылармен көп сөйлеспей, түгел қырып тастайын ба? Тақсыр хан, бір ауыз сөз берсеңші. Айтыңыз. Тай дегеніңіз тұлпар болып жүрмесін. Бала дегеніңіз сұңқар болып жүрмесін. Қазақ деген қабырғалы қалың ел 100 кісіні өлтіріп жайлана алмассыз. 100 жылқыны пайдалана алмассыз. Бір елдің елшісі келіп отырғанда хандық кейпіңізді сақтаңыз. Елшіні бұрынғы соңғы заманда өлтіруге жол жоқ деген. Кірсін. Кім едің? Мен өзім қазақ, руым Қаракесек, әкем аты Келдібек, өз атым Қазыбек. Датыңды айт. Біз қазақ деген мал баққан елміз. Ешкімге соқтықпай жай жатқан елміз. Елімізден құт береке қашпасын деп, жеріміздің шетін жау баспасын деп, найзаның басына үкі таққан елміз. Ешбір дұшпан басынбаған елміз. Басымыздан сөз асырмаған елміз. Досымызды сақтай білген елміз. Дәм тұзды ақтай білген елміз. Атадан ұл туса құл боламын деп тумайды. Анадан қыз туса күн боламын деп тумайды. Сен темір болсан, біз көмір, еріп келе келгенмін. Қазақ қалмақ баласын теріп келе келгенмін. Танымайтын жат елге танысқалы келгенмін. Танысуға көнбесен шабысқалы келгенмін. Бітім берсен жөніңді айт, бермесен тұрысатын жеріңді айт. Дауысым Қаздың дауысында екен. Бұдан былай сенің есімің Қаз дауысты Қазыбек болсын. Қазыбектің арқасында қазақ елшілері жау қолындағы 90 тұтқынды шабылған мал, тоналған мүлігімен шашау шығармай қайтарып алып, елге олжалы оралған екен. Қаз дауысты Қазыбек бидей сұңғыла, қара қылды қақ жарған билердің сот төрелік дәстүрі ұрпақ сабақтастығымен жалғасып, бүгінгі тәуелсіздік заманда Ақмола өңірінің судьялары қазіргі сот жүйесінде дауды бабалар салған сара жолға сай бітімгерлікке шақырып, әділдікпен шешуде.